Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен гнездышки, яғни ұя тамағын дайындаймыз. Бұл жерде қолда бар ингредиенттер қолданылады. Ең алдымен осылай пиязды ұсақтап тұрып, фаршқа дайындаймыз. Ұсақтап туралған пиязды фаршқа қосып, тұз бұрышымызды саламыз да араластырамыз жақсылап. Біздің фаршымыз дайын болды. Енді осындай лапша гнездоға ішіне дөңгелектеп салып, орналастырып шығамыз. Бізде 350 грамм фарштан шамамен 15-16 штук гнездышка шығады. Енді біз зажарка дайындаймыз, яғни подливын. Ол үшін ең алдымен пиязды турап шығамыз. Сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Және сырды теркадан өткізіп, бетіне сепкенге дайындаймыз. Қызып тұрған майға пиязымызды және сәбізімізді салып, қуырып аламыз. Тұз бұрыштарыңызды қалауларыңызша дәміне қарай себесіздер, және ұнатқан приправаларыңызды қоссаңыздар да болады. Мен мысалы сушеный чеснок қостым. Бір жарым үлкен қасық томат саламыз. Жақсылап араластырып, зажаркамызды дайындаймыз. Шамамен 4-5 минут қуырып аламыз. Және осы зажарканың үстіне жаңағы дайындаған гнездышкаларымызды салып шығамыз. Салып болған соң үстіне қайнаған ыстық су құямыз. Ыстық су құйған кезде сіздердің лапшаларыңыз сол суға батып тұру қажет. Сол кезде қатты болмайды лапша. Тамағымыздың бетін жауып, шамамен 15-20 минут ұстаймыз. Шамамен менде 15-17 минут өтті. Газды өшіріп, бетіне сыр сеуіп шығасыздар. Бетін жауып, шамамен 5-6 минуттай тұру керек. Біздің тамағымыз дайын болды. Барлық ингредиенттерді мен сіздерге описаниеда қалдырдым. Бетіне укроп сепсеңіздер, өте дәмді болады. Міне тамақ осындай. Ұсынғанға да өте әдемі, дәмі де дәмді. Жасап көрсеңіздер болады. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Егер де сіздерге біздің рецепттер ұнаған болса, лайк басып тіркелуді сұраймыз. Келесі кездескенше. Сау болыңыздар.